Сәлем достар, арнамызға қош келдіңіздер. Авокадоның пайдасы мен зияны. Бұл жемістің салмағы 2 килоға жетеді. Авокадо бойындағы қоректік заттардың көптігіне байланысты адам денсаулығы үшін өте пайдалы болып саналады. Диетологтар бұл өнімді жүрек қан-тамыр, асқазан ішек ауруларымен ауыратын адамдарға жеуді ұсынады. Авокадо ағзаны толығымен тазалайтын қасиетке ие. Авокадо жұмсақ кілегейлі консистенцияға ие болғандықтан, оны кез келген тағамға қосуға болады. Мәселен, смузи мен салаттар, тіпті сэндвичтерге де қосса болады. Авокадоның пайдасы. Авокадо С, Е, К және В6 дәрумендеріне рибофлавина, ниацина, фолата, пантотен қышқылы, магний және калий сынды пайдалы заттарға бай. Сонымен қатар лютеин, бета-каротин және омега-3 май қышқылдары бар. Авокадо жүрекке пайдалы және көздің көру қабілетін арттырады. Остеопороздың алдын алады. Онкологиялық аурулар мен депрессияға шалдығудан сақтайды. Бұл жасыл жеміс жасушаларымызды қартаюдан сақтайтын белсенді антиоксидант. Сондықтан жемісте пайдалы майлар ұзақ уақытқа қанықтыру сезімін береді және ағзадағы зат алмасуды реттейді. Авокадоның зияны. Авокадоны емізулі аналарға, 3 жасқа дейінгі балаларға және аллергиясы бар адамдарға жеуге тыйым салынады. Піспеген авокадоның құрамында ағзада сұйықтық жиналуына ықпал ететін аз еритін персин бар. Піспеген жемісті қолдану тұншығу, жүрек айну мен құсуды тудыруы мүмкін. Сондықтан тек толығымен піскен жемісті жеу қажет. Авокадоның құрамында монопетпулоза, табиғи моносахарид бар. Бұл инсулин өндірісін тежейді және бауырдың жұмысын басып тастайды. Шамадан тыс көп жеу адам гипергликемияға, яғни қанның құрамында қанттың көбеюіне әкеп соқтырады. Ескертетін жайт, авокадоны күніне 150 граммнан артық қолдануға болмайды. Сіздермен бірге болған пайдалы ақпараттар арнасы. Келесі видеода кездескенше сау, саламат болыңыздар. Достар, видеом ұнап жатса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Және арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.